40 жыл бойы ештеңе өсірілмеген. Бұл дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы ауыл тұрғындарына бұл жерді ұлы жасыл қабырғаның бір бөлігі ретінде қайтарып беретіндерін айтқан кезде, олар бұл мүмкін емес екенін айтты. Бірақ міне, біз Африкада, Сенегалдың солтүстік шетіндегі шөл далада тұрмыз және өмір қайта оралды. Және одан да жоғары болуы мүмкін емес. Өйткені топырақ эрозияға ұшырап, жер шөлге айналғанда, адамдар оны тастап кетеді. Олар қалаларға көшіп жатыр және мұндай жерлер жай ғана құлап жатыр. Бірақ ауыл тұрғындарының жұмысы мен дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының арқасында мен сізге осы бейнеде айтып беретін әдістер мен жүйелерді пайдалана отырып, жағдай өзгерді және табиғи байлық қайта оралып, күнкөріс деңгейі артып келеді. Мұнда адамдар. Сенегалға қош келдіңіз. Мен мұнда жаңбырлы маусымда Африканың ұлы жасыл қабырғасының тұрғызылып жатқанын көру үшін келдім. Әйелім екеуміз 4 миллионға жуық халқы бар Дакар қаласында жұмыс істей бастадық. Бұл Сенегалдағы ең үлкен қала. Бұл елдің ең батыс нүктесі. Бүкіл Африка континентінде. Мен Дакардағы дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының өкілдерімен кездесіп, сапарымызды талқыладым. Содан кейін біз дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасымен бірге жолға шықтық. Бұл Сахел арқылы шамамен 7 сағаттық жолды алды. Экожүйе шынымен де көп өзгерді. Оңтүстік бөлігінде ағаштар үлкенірек болды. Олар тары алқаптарының арасына шашылып жатты. Біз солтүстікке қарай бет алған сайын ағаштар кішірейіп бара жатты. Жаңбырлы маусым аяқталуға жақын. Бұл жер жыл бойы дәл қазіргідей жасыл болып қала береді. Мен бір секундта осыншама жайылып жүрген жануарларды ешқашан көрген емеспін. Тозақ бір үлкен жайылым сияқты. Біз Сенегал өзені ағып жатқан Сахара шөліне құятын жерге жеттік. Біз мұнда шекара болып табылатын Сенегал өзенінің жағасындамыз. Бір жағынан Сенегал мен екінші жағынан Мавритания арасында. Ғарыштан қараған кезде Мавританияның Сенегал өзеніне құятын жеріндегі құм төбелерін көруге болады. Сенегал өзені шын мәнінде аймақтың көптеген бөліктеріндегі Сахара мен Сахел арасындағы су айрығы болып табылады. Бұл өзен, Сенегал өзені, бұл жерде Сенегал мен Мавритания арасындағы шекара ғана емес. Сонымен қатар Сахел мен Сахара арасындағы шекара ретінде де қызмет етеді. Бірақ егер бұл өзен аймақ өсімдіктермен жабылған болса, ол біріншісін білдіруі мүмкін. Бұл ұлы жасыл өзеннің қорғаныс шебі. Бұл Африка қабырғасы. Африканың ұлы жасыл қабырғасы бұл Сенегалдан Джибутиге дейінгі Африка континентінің бүкіл ені бойынша ағаштардан қоршау жасау туралы көзқарас жоба. Және бұл ұлы жасыл қабырғаның мақсаты оны тоқтату. Сахара шөлінің оңтүстікке қарай кеңеюі. Сахара шөлі соңғы 100 жылда шамамен 10%-ға кеңейді. Бізде Сахара шөлі, одан кейін Сахел, содан кейін саванна, содан кейін тропикалық орман бар. Жоба шөлдің оңтүстікке қарай таралуын тоқтататын ағаштардан тосқауыл жасау болып табылады. Сондықтан мен ұлы жасыл қабырғаның орнында тозығы жеткен ландшафтарды қалай қалпына келтіруге, Сахараны қашықтықта ұстауға, молшылық жасауға, адамдардың өмір сүруін қамтамасыз етуге болатынын көрсету үшін келдім. Мен осында тұрамын және гүлденемін. Біз бұл оқжу жобасының алаңындамыз. Біз қатты тозған жерлері бар аумақтамыз. Ең басында біз процесс пен идеяны ұсынған кезде жергілікті тұрғындар бұған сенбеді. Олар, жоқ, бұл дұрыс емес, деді. Бұл мүмкін емес. Біз бұл жерді қайтара алмаймыз. Біз мұнда 40 жылдан астам уақыт болдық. Бұл жерде ештеңе өспейді. Бұл процесс қауымдастықтан басталды. Қоғамдастықтың қатысуына негізделген жоспарлау. Осы процестің соңында негізгі іс-шаралардың бірі жерді қалпына келтіру жобасы болып табылады деп шешілді. Бұл мектептің бір түрі. Олар мұнда жақсартуды үйрену үшін келеді. Адамдар сенеді және олар сенеді. Сонымен қатар олар өз істеріне адал. Өткен уақыт ішінде біз бұл оқу аясында 300 мың гектарға жуық жерді егіп, қалпына келтіргенімізді көріп тұрсыз. Көп жылдар өтті және мұнда көріп отырғаныңыз осы 300 гектардың 30 гектарын құрайды. Бұл ұлы жасыл қабырғаға қосқан үлесі. Өйткені ұлы жасыл қабырға Сахелді қорғайтын. Осы қабырғаны жасау үшін бірге жұмыс істейтін көрпе.
орман мозаикасы сияқты. Сахара шөлі біздің өмірімізді басып алғандықтан, біз деградацияға ұшыраған жерлерде жұмыс істеп, оларды қайта тірілтіп жатырмыз. Және бұл бірнеше кезеңнен тұрады. Біз дәл осы жерден көріп отырған осындай топырақтан бастағанда, ол күн сәулесінде пісірілген, қыртыспен жабылған, ол мүмкін емес. Қолдаймын, оның үстінде ешқандай тіршілік болуы мүмкін емес. Өйткені ол цемент сияқты қатты. Бұл жерде тұқымдар немесе өсімдіктер тамыр жай алмайды. Сияқты қатты. Бұл жерде тұқымдар немесе басқа өсімдіктер тамыр жай алмаймыз. Осылайша олар адамдар мен қауымдастықтарды тамақтандырып, қауымдастықтар өркендей бастайды. Біз суды орнында ұстап тұру үшін су қабылдайтын қондырғылар жасауымыз керек. Егер біз топыраққа қазіргідей қарасақ, онда су бұл жерде тұра алмайды. Сондықтан жаңбыр жауады, және ол ағып кетеді. Сондықтан бұл жарты айлар қалпына келтіру процесінің, топырақтың жиналу процесінің алғашқы қадамы болып табылады. Бұл жағында бізде әрқайсысының диаметрі 4 метр болатын 7500 жарты ай бар. Күніне жарты айды қазып алу үшін бір адам керек. Бұл учаскеде 150 адамнан тұратын топ жұмыс істеді. Жарты ай қалай жұмыс істейді? Мұнда негізінен жаңбыр жауады. Біз жарты айларды контур сызықтарына қойдық. Бұл жерге жауған жаңбыр суды ұстап тұру үшін сәл төменірек аймаққа ағып жатқанын білдіреді. Және біз бұл қорғанды жасап жатырмыз. Жарайды. Ол сәл жоғарырақ, және судың ағып кетпеуін қадағалаңыз. Жарайды. Ол осында қалып, осы өсімдіктерді қоректендіреді. Сондықтан біз негізінен осы жерде мыңдаған жылдар бұрын қолға үйретілген құмай мен тары сияқты жергілікті түрлерді пайдаланамыз. Сондықтан олардың туған жері Сахел, және олар ең жоғары өнім береді. Сонымен қатар биомассаның көп мөлшері. Сондықтан олар жерді қалпына келтіруге және сонымен бірге адамдарды тамақтандыруға өте ыңғайлы. Бұл жаңалық емес. Біз мұнда ешқандай технология ойлап тапқан жоқпыз. Жарты ай технологиясы шын мәнінде Сахел үшін эндогендік технология болып табылады, және уақыт өте келе ұмытылды. Біз оны өткеннен құтқардық. Сондықтан біздің артымызда көріп тұрған құмай тек жаңбыр суының арқасында ғана өсті. Мұнда жиналатын судың шамамен 10-15% топыраққа түседі. Ал біз жер асты суларының деңгейін қалпына келтіреміз. Осылайша біз шынымен су балансына қол жеткіземіз. Осылайша біз су ресурстарын сарқып жатқан жоқпыз. Бірақ болашақ ұрпақ үшін жердегі судың жеткілікті мөлшерін сақтауға тырысамыз. Содан кейін бізде негізінен қону желілерінен тұратын тағы бір жүйе бар. Бізде қызанақ, бамия және өсіруге болатын бақша төсектері бар. Міне бізде моринга, көгершін бұршақтары және қазірдің өзінде өсіп келе жатқан бамия отырғызған траншеялар бар. Бұл жерде бәрі жабайы, және бұл жерде бізде жүйе өскен сайын биомассаны қамтамасыз ететін биомасса траншеялары бар деген ой бар. Осы траншеялардың арасында бізде жеміс ағаштарын отырғызу шұңқырлары бар. Бізде гуава мен цитрус жемістері бар. Бұл ұшқыштың алғашқы қадамы ғана. Біз сондай-ақ шұңқырларға отырғызылатын басқа да жергілікті түрлерді қолданамыз. Бұл топырақтың жасаруына және қорғалуына әкеледі. Өйткені жүйе мол өсіп, азық-түлік пен тіршілік ете бастайды. Мұнда қандай адамдар бар? Бұл жүйе орманға ұқсайды. Жарайды. Биомасса мен жеміс беретін орман белдеулері және олардың арасында бізде бау-бақша үшін көкөністер өсіретін басқа да желілер болады. Табиғат осылай жұмыс істейді. Біз орталық егіншілікпен бетпе-бет келдік. Бұл Бразилияда байырғы халықтардың жаһандық білімінен дамыған табиғатты қорғау шаруашылығының бір түрі. Дүние жүзінде көптеген байырғы халықтар дәстүрлі түрде ауыл шаруашылығымен айналысады. Бұл дәстүрлі ауыл шаруашылығынан өзгеше және ормандардың динамикасына еліктейді. Келесі қадамда біз мұнда ағаш өсіретін боламыз. Егер біз бұл аумақтың кеңдігіне қарасақ, бұл ғимараттарға 10 000 ағаш отырғыза аламыз.
Кейде ауылдарға келіп, ешкімді көрмейсің. Сіз жай ғана кейбір жануарларды көріп, жарайды. Менің ойымша, бұл жерде адамдар бар деп айта аласыз. Әдетте жыл сайын жаңбырлы маусымнан кейін жастардың көпшілігі қоныс аударады. Дакарға және Сенегалдың басқа да ірі қалаларына. Бұл ішкі немесе жергілікті көші-қон. Кейбіреулер Сенегалдан Испанияға кетіп жатыр. Бірақ олар артта қалған егіншілікпен айналыспақшы. Олар сол жерге алма теруге барады. Ал өздері сол егіншілікпен айналысады. Мұнда көп нәрсе істеу керек. Олар бұрын қоныс аударуды ойлаған, бірақ қазір олар маған бұл туралы ойламайтындарын айтты. Қабырғадағы осы тесікпен біз қазір 12 ай бойы көкөніс өсірумен айналысамыз. Ауылдың қауіпсіздігі мен дамуында шешуші рөл атқаратын бұл жас жігіттерге енді ауылда тек қарттарды қалдыру үшін кетудің қажеті жоқ. Енді олар жергілікті қоғамдастықтың дамуына өз үлестерін қосады. Енді олар бірге, олардың қарым-қатынас жасау мүмкіндігі бар. Бұл жоба шынымен де қызықты болды. Өйткені дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы ең қираған аумақтарды қалай алып, оларды азық-түлік өндірісі үшін тұрақты орындарға айналдыруға болатынын көрсеткісі келді. Олар өз жобаларын жалаңаш, тығыздалған жерге айналдырылған, қатты тозған ландшафтқа арнайы орналастырды. Бұл шын мәнінде Африканың ұлы жасыл қабырғасының алдыңғы шебі. Сенегал өзені кем дегенде осы